Assalamualaikum барлықтарыңызға тегіс қаптаудың оңай түрін сіздерге қазір көрсетемін. Торттың бетін, ол үшін бізге керегі творожный сыр. Мен мына жерде творожный сырды 553 грамм алдым. Бұл менде 2 килограмм, 2,5 килограмм тортқа қажет болады. Видеодағындай осылай өлшеп барлығын салып аламыз. Ұнтақталған қантымызды да және де өлшеп аламыз. Бұл жерде мен 120 грамм қант өлшеп алдым. Одан кейін менде закрома майы, бұл жерде 103 грамм. Оны да өлшеп аласыздар. Одан кейін миксерменен осылайынан миксерлейсіздер. Бұл жерде жаңа майыңыз бөлме температура емес, холодильникте тұру керек, тастай болу керек қой. Әбден біріккенше осылай миксерлеп аламыз. Ағарғанша миксерлейміз, маймен жаңа ұнтақталған қантты. Екеуін әбден миксерлеп алғаннан кейін барып, осындай болу керек, консистенциясы барлығы. Одан кейін барып, жаңағы творожный сырымызды қосамыз өлшеп алған. Менде творожный сыр калях 69 деген. Одан кейін мен диоксид-титанны қостым. Ол жаңағы крем маған ақ түсі керек қажет болды. Сол үшін қосып алдым. Сіздерде қандай краска бар, сондай любойын қосып алсаңыздар болады. Барлығын бірге осылай әбден миксерлеп болғаннан кейін барып, осындай қалташамызға кондитерлік салып аламыз. Кондитерлік қалташаға обязательно салып алыңыздар, өйткені жаңа тортыңыздың бетіне былай жаққан кезде бір келкі болу керек. Ал егер қасықпен жақсаңыздар, сіздер біреу қалың, біреу жұқа болып қалмас үшін ғой. Бұл кондитерский магазинде сатылады. Міне менің тортым барлығы қатып 8 сағат тұрды. Сонда мен алып жатырмын. Шпательді ыстық суға бір матырып аласыздар да, ацетатный пленка бар ғой, соның бетін ыстық сумен бір жүргізіп шығасыз ғой. Одан кейін осылай шпательмен бір осылай тегістеп аламыз, бірінші айландырып. Одан кейін жаңа қалташамыздың басын кесіп, осылай тортқа жағамыз. Міне осындай болып жағасыздар тортқа. Менде бұл торт жаңа гендер патиға арналған торт, сондықтан мен кремін көбірек қып жақтым. Сіздер азырақ қып жақсаңыздар болады. Сырты көрініп қалмас үшін розовый көрініп қалмас үшін осылай қалыңдау қып жақтым ғой. Осылайынан қалташаға бәрін қалташамен жаңағы жағып шығамыз торттың бетін. Одан кейін шпательдің көмегімен осылай түзеп шығасыздар. Шпательді қатты батырмаймыз, ақырын ғана бүйтіп жүргізіп шығасыздар ғой. Видеодағындай мынандай тесік жақтарына крем алып, осылайынан видеодағындай жағасыздар ғой. Жаңағы тесіктің орнын толтырасыздар. Міне осылайынан шпательмен тура видеодағындай түзелейсіздер тортты. Осындай түзу болып шығады. Одан кейін бар, жаңа мен үстін түзедім. Үстіне кішкене крем жағып, ол үстінде осылайынан түзеп аласыздар. Видеодағындай өстіп бір келкі қылып түзейсіздер. Шпательді каждый түзеген сайын сүртіп тұру керек. Сонда жаңағы торттарыңыз түзу болады. Ешқандай крем ештеңе болмау керек қой шпательдеріңізде. Осылайынан бетіндегі жаңағы жарты кремдерін алып тастаймыз. Сыртына шығып тұрған керек емес кремдерін ақырын ғана. Сіздердің торттарыңызды түзелеу қиын болуы да мүмкін. Ол қолдарыңыздың үйренгенінше жасайсыздар ғой. 1-2 торттан кейін уже қолдарыңыз жақсы үйренеді. Менде гендер патиға осындай шариктармен жаңағы оформление жасадым. Бұл оформлениені жасағанда да қиналдым біраз. Шариктарды бітіп дұрыстап өздеріңізге керектеріңізше қойып алмасаңыздар, оказывается дұрыс келмей қалады екен. Мен бірінші тортқа жасадым да, сондықтан да дұрыс келген жоқ.
Одан кейін бетіндегісін қайттан алып, қайттан нетіп, дұрыстап сөйттім да, біраз уақыт кетті. Жай оны бірінші осылайынан шариктармен жұмыс жасаған кезде алдымен тарелкаға бүйтіп қойып алу керек екенсіздер да, қалай қою керек екен. А мен олай қоймадым да, біраз қиналдым торттың бетіне қою үшін. Кейбір нелер түспей қалыпты, жартысы енді түскенінше салып қойдым. Осылайынан шариктарды торттың бетіне безендіреміз. Шырақ белгісін мен мастикадан жасадым. Кондуринді мен майға араластырдым. Кондуринмен бояп жатырмын ғой шырақ белгісін. Осындай теттегі және де әдемі торт шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Подписаться етіп, лайк басуды ұмытпаңыздар.